Достар, сәлем. Бүгін біз сіздермен ватрушки жасаймыз. Ең алдымен қамырын жасап алуымыз керек. Қамырына бізге жылы сүт керек, ашытқы керек, сұйық май керек, шекер, тұз, бір жұмыртқа керек және ұн керек болады. Қазір енді қамырын жасап аламыз. Ұнымыздың жартысын салған кезде ғана тұзымызды саламыз. Енді қалған ұнды салып қамыр илейміз. Міне қамырымыз болды. Енді бұны жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Ал енді салмасын бастаймыз. Оған бізге сүзбе керек болады. Және кукурузный крахмал, қаймақ, жұмыртқаның сарысы қажет болады. Қазір осының барлығын араластырамыз. Ең алдымен 2 ас қасық кукурузный крахмалды сүзбеге салып аламыз. Және де 2 ас қасық шекерімізді саламыз. Жұмыртқаның сарысын саламыз. Және қаймақтан 2 ас қасық саламыз. Енді осының барлығын араластырамыз. Менде сүзбе қолдың сүзбесі. Дүкендегі кез келген сүзбені қолдана берсеңіздер болады. Және де қаймақтың проценті менде 30%. Міне осымен біздің салмамыз дайын болды. Енді қамырға кірісеміз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Енді кішкене майымызды құйып қамырымызды бөліп аламыз. Тараздың көмегімен бөліп алсаңыздар да болады, әрине. Осылай домалақтатып аламыз. Бір ватрушки примерно 60 граммдай болады. Міне бізде 10 ватрушки шықты. Міне осылай пергамент қағазымызды дайындап, противенге жайып, ватрушкиларымызды осыған орналастырып шығамыз. Аралары тым қатты жақын болмау керек. Енді бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз.
біздің ватрушкилерimiz дайын болды, демалды. Енді әр ватрушкиге осылай шұңқыр жасап аламыз. Енді шұңқыр жасап болған соң әрқайсысына бір ас қасықтан толтырып салмамызды салып шығамыз. Енді жұмыртқаның сарысын алып және бір шай қасық сүтті құйып, араластырып, әр ватрушкиді осы жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Сосын духовкамыз дайын тұру керек, 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Достар, міне біздің ватрушкеміз дайын болды. Жаңа ғана духовкадан шықты. Өте ыстық, есі деген керемет аңқып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.